Бірінші орында жалған хабарландырулар. Сіз тауар үшін ақша аударасыз, ал сатушы жоғалып кетеді. Тағы бір әдіс, банк немесе полиция қызметкері болып хабарласып, сізді қорқытып, тез шешім қабылдауға итермелейді. Кейде алаяқтар оңай табыс уәде ететін жалған инвестициялар ұсынады. Фишингтік сайттар мен хаттар жібереді. Сонымен қатар мессенджерлерде досынмын деп ақша сұрайды, немесе сауалнамадан өтуге шақырады. Егер сізге қысым жасап, қорқытып немесе асықтырып жатса, бұл қауіпті белгі. Алаяқтар өзін сенімді ұстайды, сіздің жеке деректеріңізді білуі мүмкін. Өздерін банк не полиция қызметкері болып таныстырады. Есте сақтаңыз, ешқандай ресми орган SMS-кодтарды, логин мен құпия сөзді айтуды немесе ақшаңызды қауіпсіз шотқа аударуды сұрамайды. Кодтарды, құпия сөздер мен банк картаңыздың деректерін ешкімге бермеңіз. Логин енгізбес бұрын сайттың мекен-жайын тексеріңіз. Күдікті сілтемелерге өтпеңіз. Қосымшаларды тек ресми дүкендерден жүктеңіз. Ең бастысы, қысым сезінсеңіз, ақша аударуға асықпаңыз. Топтап, бәрін тексеріп алыңыз.